Яссауи жайлы қиссалар кітабынан тарихаттың тәртібі. Зікірден соң дәруіштер әлім ботқа жеп отырып, бір шәкірті «Тақсыр, тарихат деген не?» деп сұрады. Яссауи баба, мүбәрәк пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Шарихат айтқан сөзім, тарихат жасаған амалым, ақиқат ішкі хәлім деген. Хақтың дидарына жету үшін ізгі ойларды сәтімен іске асыратын амал деді. Осы амалдарды тарқатып айтасыз ба? Тарихаттың амалы алтау. Үйіңе келген қонақты ашық қабақпен қарсы алу. Себебі қонақ тамаққа тоймайды, қабаққа тояды деген. Екінші қонаққа таза тағам ұсыну. Аллаху тәбәрәк Құранда: «Ей момындар, менен қорықсаңдар, астың адалын таңдап жеңдір» деген. Сондықтан адал асты бірінші қонаққа ұсынған ләзім. Үшінші, қонақпен рухани сұхбат құру. Тіпті ол жақтырмайтын кісің болса да, асқа отырғанда жайдары әңгімеге тарт. Дастарханның үстінде дұшпанды дос деген. Төртінші, не бұйымтайың бар, айта отыр деп қонақтың қалауын сұрау. Қолыңнан келсе, өтінішін жерге қалдырма. Бесінші, қонақты қимастықпен шығарып салу. Ықылас пейіліңді аяма. Берген асыңның қуаты түске дейін жетпейді. Көрсеткен ықыласың мәңгі бақи есінен кетпейді. Алтыншы, момындарға болысу. Ел ішінде панасы жоқ, көмек сұрар ағасы жоқ. Зорлықшыдан қиянат көрген, әкімнен әділдік таппаған, ақ жүрек жандардың сөзін сөйлеп, сойылын соғыс. Біз тарихат амалын құлшылық, ибадаттың бір түрі деп ойлаушы едік. Қарап тұрсам, мұның бәрі пайғамбардың сүндет емес пе? Иә, Алланың елшісі кәуірлерді сойылмен емес, ашық қабақ, кең пейіл, ақ дастархан, адал асымен хақтыңге кіргізген. Сен бала, сүндет деп жақсы айттың. Тарихаттың сүндет алтау. Бірінші шарты намазды жамағатпен оқу. Өзіңді әулие санап, жұрттан жырақ жүру жақсы емес. Ел надан болса, көзін ашасың, дана болса, үйренесің, қудаласа, тепкісіне төзесің. Төбесіне көтерсе, табандарының астына топырақ боп ақсыз қызмет етесің. Екінші шарты сахарда тұру. Бұл ең қиыны. Пайғамбарым сахарда сергек болған. Бұл Алланың рахмет назарының жер бетіне ең жақын келетін құтты кезі. Жүрек көзін ашудан дәмелі болған момындар бұл сәтте ұйқысын құстай үркітіп ұшырып жіберсін. Үшінші шарты тұла бойын таза ұстау. Арыңа дақ түспеу үшін қалай сақ жүрсең, ақ сәлдемен ақ көйлегіңде сол сияқты кіршіксіз таза болсын. Ел таза киіміңе қарап, пайғамбар сүндетіне құмартсын. Төртінші шарты күні бойы дәретпен жүру. Тазалық иманның жартысы деген. Тәнің асыл рухтың уақытша үйі. Ондай асыл затты тағаратсыз тән ішінде қорлауға болмайды. Алтыншы шарты зікір айту. Тілің мен жүрегің Алланың есімдерін қайталаудан шаршамасын. Құдай Құранда ең көркем есімдер Аллаға тән. Оны сол көркем есімдермен еске алыңдар деген. Пайғамбарым бұлай деп өсиет етті. Шайтан кісінің жүрегінен жай алады. Момындар зікір айтқанда малғын жүректе жата алмайды. Жүндей түтіліп, кеудені тастап қашады. Зікірден ғапыл қалғанда жүрекке тұмсығын тығып, тісін батырады. Сүлік құсап, нұрлы ойды сорып алады. Сондықтан бауырлар, қамданмасаң, қуыс кеуде қасынаданға айналып кетесің. Жетінші шарты әулие әнбиелердің ақысына Құран оқып, дұға бағыштау. Ата-анаңды құрметтеу, тәлім берген ұстазыңды сыйлау. Тақсыр, мұны ұқтық. Ал енді тарихаттың үкімі бар ма? Бар. Тарихаттың үкімі алтау. Біріншісі мағрифат. Алланы тануда табанды болу.
Өзін таныған ер Алласын да таниды деген. Нәпсіңді терең танысаң, көңіл кірінің астынан асыл рухты аршып аласың. Рух сәулесі Алланы тануға басты құралың. Екіншісі сахауат, дүние қоңыз болмау. Оң қолың сыйлық алып жатқанда, екінші қолың кәде беріп тұрсын. Үшінші, шын сөйлеу. Шын сөз момынның семсері. Төртіншісі, иманды шыңдау. Көзбен көрген нәрсенің ақиқатын көңілмен айырып үйрену. Бесіншісі, тәуекел. Тәуекел ердің ісі. Алланың рахмет назарын іздегенде момындар тәуекелге бел буады. Әр сырдың жұмбағын Алла шешіп берсе, ердің үлесі қайда қалмақ? Алтыншысы, ой құмарлық. Жүректегі хикмет бұлағы ашылғанда, илляхи сыр мен терең ой таза бұлақ суындай тілге ағылып тұрады. Бұл дүниеде нұрлы ойдан асқан қызық жоқ, деді Әзіреті Сұлтан.